Alhamdulillahi Rabbil Alamин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Бүгін өтетін сабағымыз пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның құл ақысы дегенге қалай түсінік берген және құл ақысынан қалай сақтануды үйреткендігі, және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям құл ақысына қатысты хадистеріне тоқталатын боламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің саналы ғұмырында ешкімнің ақысын жемеуге тырысқан. Себебі Алла тағала қанша мейірімді болса да, Алла тағала қанша күнәларды кешірсе де, құл ақысы соның ішіне сыймайды. Алланың шексіз рахымының ішіне құл ақысын жесеңіз, біреудің ақысын жесеңіз. Алла қалай сипаттаймыз Алланы біз? Шексіз мейірімді, аса рахымды, ерекше мейірімді деп Алланы сипаттаймыз. Алла тағала барша мақлұқатты мейіріммен жаратқан, мейіріммен рызық береді, мейіріммен жанын алады, мейіріміне бөлейді деп біз айтамыз. Бірақ шариғатта, құрметті жамағат, құл ақысын жесеңіз, сол Алланың рахымына кірмей қаласыз. Бұл Алланың рахымының шекарасының сыртында жатқан нәрсе, ішіне сыймай тұрған нәрсе. Себебі Алла тағала қанша жақсылық жасасаңыз да, қанша құлшылық жасасаңыз да, қанша сауапты іске ортақ болсаңыз да, себепші болсаңыз да, біреудің ақысын жесеңіз, Алла оны кешпейді. Алла оның кешірудің құнын, кешірудің ақысын құлдың өзіне берген. Мәселен, мен сіздің ақыңызды жесем, мен сізден барып адалдасқан кезде ғана Алла оны не істейді? Кешіреді. Тіпті сіз Алланың алдында ең керемет мәртенің біреуіне Алланың жолында шахид болу. Алланың жолында шейіт болсаңыз да Алла оны кешірмейді. Себеп Алла біреудің, мысалы мен ермектің ақысын жегенмін. Сол іске ермекті сырт тастап Алла өзі араласатын болса, Алланың әділдігі қайда қалды? Сонда ермектің ақысы желінген болып қала бере ме? Алла ондай зұлымдыққа, әділетсіздікке жол бермейді. Алланың ұлық сипаттарын біреуі әділ. Әділ өзінің әділдігінің шеңберінде әділдігін естейді, көрсетеді. Сол үшін Алла тағала Құран кәрімде не дейді? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ма лиз-залимина мин хамимин ва ла шафи'ин юта. Зұлымдық жасағандарға ешқандай жақын дос болмайды, және оның айтқанын тыңдап шапағатшы болатындай ешкім болмайды. Зұлымдық дегеніміз не? Құл ақысын жеу зұлымдықтың аясына кіреді. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ. Ғафир сүресі 18-ші аят. Яғни аяттың мағынасы мынандай: зұлымдық жасаған пендеге ешқандай несі болмайды, жанашырлық досы болмайды қиямет. Және Алланың алдында сөз өтетін бір кісінің шапағаты да оған бұйырмайды. Басқа бір аятта Алла тағала былай дейді: وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Зұлымдық жасағандарға, залымдарға, яғни құл ақысын жеуде бұның аясына кіреді. Ешқандай не жоқ, Алланың азабынан құтқаратындай ешбір жәрдемші жоқ. Бұл аятымыз Хадж сүресі 71-ші аят. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда әйгілі бір хадисінде былай дейді, Жәбірден риуаят етілген хадисінде: «Иттақу зулма фа инна зулма зулуматун яумал қияма». Ей мұсылмандар, сендер зұлымдықтан қорқыңдар, зұлымдықтан сақтаныңдар. Себебі зұлымдық қиямет күні қараңғылықтар. Қараңғылықтар деген сөздің мағынасы тіке тоқталып өтеміз. Яғни «Уаттақу шухха фа инна шухха ахлака ман кана қаблакум». Сонымен қатар сендер сараңдықтан сақтаныңдар. Себебі сараңдық сендерден бұрын өмір сүргендердің түбіне жетті. Хамалахум ала ан сафаку димаахум вастахаллу махаримахум. Сараңдық оларды қан төгуге және харам дүниелерді адал деп санауға не істеді? Итермеледі. Хадисті риуаят еткен имам Муслим рахимахуллах. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл хадисінде зұлымдықтың қараңғылықтар деп отқаны не деген сөз? Жәннатта не болады? Жарық болады. Қараңғылықтар деген сөз тозаққа
түсесіз деген жоқ. Және не? Таусылмайды бірінен кейін біреу. Зұлматтар, қараңғылықтар қиямет күні. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам зұлымдықтың тағы бір үлкен себебіне тоқталып өткен хадистің аясында, ол не? Сараңдық. Сараңдық сендерден бұрынғылардың түбіне жеткен дейді. Егер арамыздағы бай кісі байлығынан біреуге қарайласып, ағайын туысына қарайласпаса, ағайын туысының өзі оған дұшпан болады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол үшін зекет садақа берген кезде алыстағы біреуге емес, ағайынға беруді бұйырған. Жақсылық жасаған келсе, әуелі кімнен баста? Өзіңнің жақыныңнан баста. Себеп, мысалы, менің бір ағайыным болып, ол сыртқа жәрдем беретін болса, менің ішімде не ойлаймын? Жақсылық жасағыш болсаң жүрміз ғой. Көрмес түйенді көрмес дейді. Біз жаныңда неге жүрміз? Ағайын болып неге жүрміз? Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір сахаба келген, Талха келген радиаллаху анху, не деген? Менің Алла аят түсірген, сендердің ешбірің өзінің жақсы көрген нәрсесін Алла жолында сарп етпейінше Алланың рахымына іліге алмайсыңдар деген аят түседі. Содан Талха келіп не деген? Я Расулалла, мен Байруха деген үлкен нем бар, құрма бағым бар. Сенің қолыңа тапсырдым. Қай жерге дұрыс деп тапсаң жұмсауды, сол жерге жұмса деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Талха қарап айтқан: бақ, нендей керемет сауда, нендей пайдалы сауда. Сен менің айтқанымды тыңдасаң, өзіңнің ағайындарының арасында бөліп бер деп айтқан. Содан Талха пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөзін құп алып, өзінің туған туысқандарының арасына бөліп берген. Бұл жердегі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның зұлымдықтан бізді сақтау. Араб тілінде зұлымдық деген не? Араб тілінде зұлымдық деген сөз таза арабша мағынасы бір нәрсені өзінің орнына қоймау. Мысалы, мына зат мына жерде тұру керек болса, бұл затты орнына неге қоймау? Орнына қоймау. Мәселен, сіз менің бір ақымды жесеңіз, немесе мен сіздің ақыңызды жесем, не деген сөз? Ол орнына қойылу керек еді, сол орнына не қылмады? Қойылмады. Лайықты жерге сол отыру керек еді, не қылмады? Отырмады. Одан кейін мына нәрсені былай деп ойламаңыздар, құрметті жамағат. Құл ақысын жеу деген сөз тек қана не емес, екі адамның арасындағы іс емес. Әсіресе көпшілік қызмет ететін мемлекеттік істерде біреудің ақысын жеу, ол вообще сұмдық іс. Түсініңіз бе? Біздің ел былай деп ойлайды. Баяғыда совхозда, мен де ауылда тұрған, біздің ауыл совхоз болатын. Барлығы совхоз, ұрлайтын совхоздан. Және ұрлаған кезде не деп айтады? Біреудің алып жатқан жоқпын ғой дейді. Өкіметтің малы ғой. Өкіметтің малы ғой, дұрыс қой. Өкіметтің малы, бірақ өкімет оны халықтың салығынан алып, жинап, ана жерден тартып, не қылып жатыр? Ана жерден жинап, мына жерден жинап, саған не істеп жатыр? Іске жарасын деп беріп жатыр. Біреудің ортақ малынан алу тегі сұмдық үлкен күнә. Ол одан бетер күнә. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір сахабасын зекет жинауға жіберген. Сахаба не істеген? Зекетті жинап әкелген. Жинап әкеп, мешітке келіп не деген? Я Расулалла, мынау зекет жинаған. Ал мына мал, бөлек тұрған мал, бұл менің маған берілген сый деген. Маған сыйлық ретінде берілген дүние деген. Жеке маған берілген. Жұрттың сыйлап маған берген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мінберге шығып, Аллаға мадақ, пайғамбарға салауат айтқан соң не деген? Алланың маған белгілі берген несі бар? Мүмкіндіктері бар. Сол мүмкіндіктің шеңберінде мен сендердің араларынан біреуді зекет жинасын деп тағайындаймын бір іске. Ол үйінен шығады да не істейді? Біз тағайындаған іспен бар дүние жинап келеді. Дүние жинап келіп не дейді? Мына дүние сендердікі, мынау маған берілген деп айтады. Әй, ол керемет болса, әкесінің немесе шешесінің үйінде отырғанда неге дүние оның артынан іздеп келмейді? Неге іздеп келмейді? Саған қызмет, мансап берілген соң саған не қылып жатыр? Саған біреулер беріп жатыр. Әйтпесе керемет болсаң, қатты сыйлы болсаң, үйге неге келмейді? Артыңнан іздеп те пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам үлкен ренішін білдірген. Үлкен ренішін білдірген. Құл ақысын жеу біздің қазаққа қатты сіңген нәрсе. Мәселен, біреудің жерінен 1 метр жер сырып кету, біреудің белгіленген жеріне кіріп кету,
1 метр былай қарай, 1 соттық былай қарай жүріп кетуге. Немесе біреудің лайықты болып тұрған жеріне оны емес, біздің тілмен айтқанда связь арқылы біреуді тығып жіберу, ініңді тығып жіберу. Ол інің не емес? Оған лайықты адам емес. Ол істі жүргізетін адам емес. Ол істі ертең болашаққа сүйрейтін адам емес. Қайта кері қарай тартатын адам. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деген бір хадисінде, іс өзінің лайықты емес адамына жүктелген кезде қияметті күте бер деген. Іс қашан өзінің лайықты емес адамына жүктеледі, сол күні не болады? Сол кезден бастап қиямет басталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біреудің ақысын жеп қойған күннің өзінде, ондай нәрсе болмаған, бірақ өзі сөйтіп ойлаған. Соның өзінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам одан мал мүлік аямаған, білесіздер ме? Үлкен бір сахабасы болған, айтады, мен Таифқа пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам шығатын болды дейді. Сөйтіп Қасуа деген түйесін мен әзірледім дейді. Абу Зурға деген сахабасы айтады. Қасуа деген түйесі бар еді дейді. Сол түйені әзірледім дейді. Сонымен түйеге мінді дейді. Мінген соң менің артымнан мінгес деп айтты. Түйенің артынан мінгесіп келе жатқанда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам түйені былай қамшылап кетті дейді. Әрбір ұрғанда қамшы маған тиіп келе жатты дейді. Келіп кетқанда маған қарап айтты дейді, саған қамшы тиіп келе жатыр ма деп айтты дейді. Сонымен айтты, я Расулалла, я қамшы түйеге де тиіп келе жатыр, маған да тиіп келе жатыр деп айтты. Содан бір жерге келіп тоқтадық дейді. Сол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бәйтул мал, пайғамбарымыздың иелігіндегі болатын мал, мемлекет басшысы ретінде. Сол жерде жатқан бір жайып жатқан отар малдың тұсына келдік дейді. Содан басында жүрген малшымен сөйлесті дейді. Сөйлескен соң малды бөлді де айтты дейді, мынау бағана мен сені ұрған қамшым бар ғой, қамшым тиді ғой бағана, сенің жаныңа батты ғой, соған берген сыйым болсын деп айтты дейді. Сөйтіп бір малды бөліп берді дейді былай. Айдап шығып ерінбей санадым дейді. Санасам 120 екен дейді. Өмірімде ең көп пайдасын көрген сол пайғамбардан алған малым болды дейді. Ең көп көрген пайдам сол болды. Қараңыз, бар болған несі тиген? Қамшысы тиген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір сахаба кейін мұсылман болған, ол кезде әлі мұсылман болмаған. Мәдинада келе жатсам дейді, Меккеде келе жатсам, бір екі кісі үлкен бір ешкіге таласып саудаласып жатыр екен дейді. Қатты саудаласып жатыр екен дейді. Біреу сатып алу үшін не деп жатыр еді? Түс. Сырттан келген адам ғой, бір құрмет көрсетсеңші деп жағаласып жатыр екен. Анау да жаңа шалқалап тұрып сатып тұрған, мен не қыламын дейді, түспеймін деп шалқалап тұр екен. Сөйтіп мен жандарына келіп тұрған кезде бір әдемі кісі келді дейді. Бойы ұзын, қалам қасты, мұрны сәл үлкендеу, өте бір сұлу кісі келді дейді. Үстінде ескілеу киімі бар дейді. Жанымызға келіп амандасты дейді. Амандасқан соң әлгі түсірш деп тұрған сахаба бар ғой, радиаллаху анху. Сол айтты дейді, я Расулалла деп айтты дейді. Мынаған айтыңызшы, түссін деп айтты дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді, бұндай істеріңе ешқашан мені бұндай іске араластырмаңдар деп сөзін тамамдады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқысы келген нәрсесі, тіпті біреудің арасына түсіп, біреудің ақысын жемеген. Түсініңіз ба? Мысалы біз бұны көп істейміз. Сен танисың ғой, сен сөйлесіп берсей деп. Мен сөйлесіп көрдім, болмады, сен бір сөйлесіп көрші. Болатын шығар деп араға не істейміз? Адам саламыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұндай істен де не болған? Жақсы көрмеген пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Себебі бұл нәрсе не қылмайтын нәрселер, кешірілмейтін нәрселер. Тағы бір қаупі бар. Сіз ақысын жеген кісі мазлум деген ұғымға кіреді. Мазлум деген кім? Зұлымдық көрген кісі, жапа шеккен кісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ең үлкен өсиеттерінің бірі айтып кеткен, үлкен сахабалардың бәріне өсиет етіп кеткен нәрсе, иттақи даъватал мазлум. Не деген? Сен зұлымдыққа жапа шеккен адамның қарғысын алудан сақтан деген. Біздің бабаларымызда қарғыстан не болатын болған? Қарғыстан сұмдық қашатын болған. Қазіргілерге не? Қазіргілерге бәрібір. Бұрын біздің бабаларымыз қарғыс алма,
алғыс ал. Қазақта бұрын біреуге теріс бата беріпті деген әңгіме. Қарғысқа ұшырау деген сөз. Қарғысқа біздің әулетке қазіргі адамдар тек өзін ойлайды. Содан кейін қарғыстан қорықпайды. Мұсылман адам өзінің баласынан, немересінен, ұрпағынан қорқу керек. Соларға бір жамандығы тиіп кетпесін деп. Және зұлымдыққа жапа шеккен кісінің арасында не жоқ дейді, ешқандай, Алла мен екеуінің арасында ешқандай перде жоқ. Және Алла тағала мазлумның дұғасын міндетті түрде не істейді? Қабыл етеді. Сондықтан құрметті ағайын, ешкімнің ақысын не қылмауымыз керек. Қолымыздан келгенше ешкімнің ақысын жемеуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынандай бір хадисі бар, Абу Хурайра радиаллаху анхудан былай дейді: "Мен канат индаһу мазламатун ли ахиhi min irdihi aw min shay'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген екен: кімде-кімнің бір бауырына жасаған зұлымдығы болса, жеген ақысы болса, намысына тиіп кеткен, немесе қандай да бір іс болса, қазір барып дирхам, динар болмайтын күн болмастан бұрын барып онымен адалдасып алсын, кешірім сұрасын барып. "Ин кана лаху амалун салихун ухида минху биқадри мазламатихи." Егер сен біреудің ақысын жеп Алланың құзырына барған күннің өзінде салих амалың болса, сауапты ісің болса, сол әлгі зұлымдық көрген ақыңды, біреудің ақысын жеді ғой, соның мөлшерінде сенің сауабыңнан алып қояды. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. Ал егер оның түгі жоқ болса, біреудің ақысын жеген, зұлымдық жасаған кісінің түгі жоқ болса, оның әлгі ақысын жеген адам бар ғой, зұлымдыққа ұшыраған кісі, соның жамандығы, күнәлары алынып, мынаның үстіне жүктеледі. Хадисте өткен имам Бухари рахимахуллах. Сонда сіздің былай деп ойламаңыз: ол жаққа барғанда менен не алады деп. Ол жерге барғанда да менің түгі жоқ деп айтсаң, жарайды, түгің жоқ бола қойсын. Әлгі сен зұлымдық жасаған ақысын жеген кісінің күнәсін алып саған арқалатып жібереді. Өз күнәң аздай, тағы біреудің күнәсін арқалап кетесің. Түсінген адамға бұл не? Өте қиын нәрсе. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде дейді: "Әл-муслиму ман салима ал-муслимуна мин лисаниhi ва яди." Нағыз мұсылман кісі, нағыз хақ мұсылман кісі. Мұсылман деген атқа лайық кісі, мұсылмандардың оның тілі мен қолынан зарар көрмеген кісі. Яғни ешбір мұсылман оның қолынан не көрмеген? Тілінен немесе қолынан зарар көрмеген кісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біріншіден айтқан, тілді айтқан, содан кейін барып қолды айтқан. Себебі тілдің зарары қолдың зарарынан не? Үлкен біріншіден. Екіншіден, біреумен жағаласуға шамаң жетпеуі мүмкін. Сыртынан ғайбат айтып жібересің, ол оңай. Себебі тілде не жоқ? Буын жоқ. Тілде сүйек жоқ. Мысалы, шамаң жетпеген күннің өзіне дейсің, бір боқтап кетесің. Немесе жамандап кетесің. Ғайбаттап кетесің. Артынан жаман сөз айтып кетесің. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әуелі тілді айтқан, кейін барып қолды айтқан. Риуаят Омар ибн Хаттаб радиаллаху анхудан: قال لما كان يوم خبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها. رواه مسلم. Хайбар күні болып жатты дейді. Хайбар шайқасы болып жатқан күні пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларының арасынан бір топ адам келе жатып айтты дейді: "Мына пәленше шахид, шейіт болды. Мынау пәленше шейіт деп, шахид болды деп." Сөйтіп соңында бір кісінің тұсынан өтіп бара жатқан кезде айтты дейді: "Мына кісі де шахид" деп айтты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді: "Бұл шахид емес" деп. Себебі мен бұның олжа бөліспестен бұрын, олжа мұсылмандардың арасында бөліспестен бұрын бір шапанды ұрлап алып алғандығын көрдім. Бұл тозақта. Сол шапанымен бірге. Басқа бір риуаятта өзінің жанында жүрген қызметшісін айтады: ол да бір не ұрлап алған еді, бір кілем алған еді. Сол кілем үстінде жанып бара жатты дейді. Тозақта. Бұл жерде әлгі кісі, мына кісі олжа бөліспестен бұрын, білесіздер, шайқас болған соң ода не болады? Олжа түседі. Олжа түскен соң олжаны не қылады? Мұсылман әскерлер өз арасында
мұсылман басшы бөлінеді, бөліседі, өзі бөліске түседі. Мемлекеттің пайдасына түсетіні бар, кейін мұсылман әскерлердің арасына бөлініп беретіні бар. Сол олжа таратылмастан бұрын ол бір жерге жиналады. Сол кезде содан не қылған адам? Ұрлаған адам. Және бұл адам сол соғыста шәһид болған адам. Сол соғыста дүние өткен адам. Соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, жоқ, мен оны не қылдым? Тозақта көрдім. Басқа бір риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір сахабасына айтқан, я Расулалла, мына аяқ киімнің бауы болса да ма деген. Әлгі олжаның ішінен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтқан дейді? Сен аяғыңа тозақтан бір-екі бау байлап алған екенсің ғой деген. Не туралы айтып жатырмыз? Аяқ киімнің бауы туралы айтып жатырмыз. Біздің қоғамда одан сұмдық дүниелер болып отыр. Баудың аяқ киімі жолда қалады. Шапан деген нәрсе жолда қалады. Сол кезде шынымен Алла тағала айтқандай не болады? Яума яфирул мар'у мин ахиhi болады. Құранда Алла айтқандай, Қиямет сүресінде айтқандай, сол күні келіп жеткен кезде кісі өзінің бауырынан қашады. Әкесінен қашады, шешесінен қашады. Және несінен қашады? Әйелінен қашады, баласынан қашады. Неге қашады? Білесіз ба? Жоқ, ешкім менен ақысын сұрамасын деп. Ананың да ақысы бар, мынаның да ақысы бар. Ешкімді көргісі келмейді. Бұл ненің арасында айтып жатырмыз? Ең жақын адамдардың арасында айтып жатырмыз. Әке баласынан, анасынан, әкесінен, әйелінен, баласынан қашады дейді. Біз ең жақын әңгімелерді айтып жатырмыз. Ал арасында жақындық болмаған адамнан қалай қашады? Өзіңіз ойлап көріңіз. Бұлардан қашып жүрсе, басқалардан қалай қашады? Сіз ойлап көріңіз. Сараңдықтың шариғатта Құранда айтылған екі түрі бар. Біреуі өзінің малынан ешкімге ешнәрсе бермейді. Екіншісі, мұнафықтардың сипаты ретінде Алла тағала айтқан, біреудің малын да біреуге бергізбейді. Түсіндіңіз ба? Сол үшін Алла тағала Маун сүресінде дейді: "Уала яхудду аля туамил мискин, уала яхудду аля туамил мискин." Мискинге тамақ беруге басқаларды не істемейді? Үгіттемейді. Қараңыз. Мысалы, мен сараңмын. Бұл негізінде жаман қасиет. Мен сараңдығымен қоймай, сіздің атыңыз кім? Ильясқа берме деп айтамын, ешкімге ешнәрсе берме деп. Бұл бетері, мынадан бетері. Біреудің баласына егіп жүрмін. Қазақша айтқанда, байдың малын байғұс қызғанады. Біреуге де бергізбейді. Сараңдық жаман қасиет. Себеп, айттым ғой бағана, ағайын туыстың арасында нені тудырады? Дұшпандықты, жеккерушілікті тудырады. Арты жақсы болмайды. Қолқақысын жегендер бар ғой, олар жоқ қазір, көрмейміз, білмейміз деген сияқты. Осындай сұрау. Мына жігіттер намаз оққанға дейінгі өмірі бір бөлек, намаздан кейінгі өмір бір бөлек. Мысалы, намаздан кейін жақсы адам болды. Бұрын енді пендешілікпен білмей істеп қойса, олар қалай? Пендешілікпен білмей істеп қойса. Білмей істеп қойса деген әңгіме жоқ. Біреудің ақысын жеуге болмайды, қай түсінікте болса да. Жалпы ол жақсы нәрсе емес. Адами тұрғыдан дұрыс емес. Біріншіден. Екіншіден, ондай жағдай болса, намаз оқымастан бұрын біз сөйтіп айтады, намаз оқымай тұрып сондай нәрсе істегенмін деп. Ананы бүлдіргем, мынаны бүлдіргем деген сияқты. Егер ол дүниелік нәрсе болса, оны танитын болсаңыз және қайтарып беруге мүмкіндік болса, оны қайтарып беру керек. Бір. Екінші, оны ұмытып кеткен, соны білмейсіз қайда екендігін білмесеңіз, садақа көп беруге тырысыңыз. Садақа көп беруге тырысыңыз. Садақа сізді не қылады? Бәледен қайтарады. Ал егер сіз соның атынан садақа беріп жүрсіз, содан құтыламын. Бірақ ол кейін кездесіп қап сұраса, қайтадан бересің. Сен атынан садақа беріп жүрем деген әңгіме болмайды. Түсіндіңіз ба? Қайтып кеп сұраса, қайтып кеп беру керексің. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Субхана раббика раббил иzzati amma ясифун, ва саламун аля мурсалин, валхамдулиллахи раббил аламин.